Сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет дәмді болып шығатын хлебная корзина жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт, ұн, қант, сары май, ашытқы, тұз және 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оның үстінен сүтімізді құямыз. Одан соң тұзымызды саламыз және қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, оның үстіне ашытқымызды салып, видеода көрсетілгендей етіп, қолымызбен араластырамыз. Одан соң біртіндеп ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Қамырымыз дайын, енді оны жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң тағы да 10 бөлікке 40 граммнан өлшеп бөліп аламыз. Таразының көмегімен өлшеп бөліп алсаңыздар, нандарыңыз әдемі біркелкі болып шығады. Граммнан бөлінген бөліктерімізді видеода көрсетілгендей етіп ұзыншалап жайып шығамыз. Яғни трубочка тәріздес етіп, содан соң нанымыздың бір жақ шетін төмен қарай, бір жақ шетін жоғары қарай орап, әдемі етіп өріп шығамыз. Міне нанымыз дайын. Енді екінші бөлік қамырымызды алып, оны 20 граммнан бөліп шығатын боламыз. Оны да видеода көрсетілгендей етіп, қолымызбен ұзыншалап, трубочка тәріздес етіп жайып шығамыз. Содан соң жұмыртқаның сарысына сүтімізді құйып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Оны дайын болған нандарымыздың үстіне жағып шығамыз. Содан соң нандарымызды әсемдеу үшін үстіне күнжіт себеміз. Одан кейін мен осындай жемішкінің дәндерінде әсемдік үшін әсемдеп салып шыққан болатынмын. Әрине әркімнің өз қалауы бойынша. Екінші түрлі нанымыздың бетіне осындай прованская травы деп аталатын приправаны сеуіп шығамыз. Ол да бір ерекше, сондай бір жақсы дәм береді. Одан соң қызып тұрған пеште 200 градуста 30-40 минутта нандарымызды пісіріп аламыз. Міне достар, хлебная корзинамыз дайын, барлығыңызға жасауға кеңес беремін.